10 жыл қатарынан еліміздегі 100 үздік мектептердің тізімінен түспеген номері 45-ші қазақ классикалық гимназиясы ардагер ұстаздармен кездесу өткізді. Ұстаздар күніне орай ұйымдастырылған шарада 36 ұстаз ұлықталып, арнайы сый-сияпатқа ие болды. Білім нәрін сусындатқан тәлімгерлерге арналған концертте әннен шашу шашып, момбырала би биленді. Оған қоса түлектер арасындағы қойылымды тамашалап өткенге көз тастады. Шәкірттерінің санасына сәуле шашқан ұстаздардың арасында 14-і Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздігі болса, біреуі Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгінің иегері. Біз осыға дейінгі жұмыс істеген, оға дейін де жұмыс істеген кезеңнен бастап бүгінге дейін 45-ші қазақ классикалық гимназиясы Бауыржан Момышұлы атындағы өзінің ұрпағын тәрбиелеуде, саналы ұрпаққа сапалы тәрбие беруде ең жоғары деңгейде, я болмаса кешегі ғана жаңалықтан көргеніміздей республикамыздағы 100 гимназияның ішіне енді. Бұл осы жердегі ұстаздардың елеулі еңбегі, бұға дейінгі жасап кеткен ұстаздар, зейнеткер ұстаздардың қалап кеткен іргетасы деп білемін. 1986 жылы жұмысын бастаған Алтын ұяда бүгінде 140 маман қызмет етеді. 67 сыныптың ілгері жүріне септігін тигізген мұғалімдердің еңбегі зор мұнда. 32 жылдық даму тарихында мектеп 56 алтын белгі, 120 үздік аттестат иегерін шығарған. Өткен оқу жылының нәтижесі 104,8 балды құрап, үздіктер қатарынан көрінді. Биылдың өзінде 20 республикалық, 23 облыстық, 45 қалалық, 1146 оқушы қашықтық деңгейдегі жарыстардан топ жарған. Көптеген ұстаз ардагерлері еңбек атқарған. Бүгінгі күні олардың қатары 36-ға жетеді. Бүгін төл мереке, осыға дейін гимназия 1979 оқушыны мектеп түлегі етіп аттандырып, Қазақстанның қазір шетелдерде әрбір түкпірінде еңбек етіп жатқан атақты білімгерлерін, Қазақстанның азаматтарын тәрбиелеп шыққан осы ұстаздардың еңбегі зор деп білемін. Тәлімгерлер мерекелік кездесуде ұстаздық жолда кешкен қызықты оқиғалармен бөлісіп кештің шырайын келтірді. Шырақ отын маздатқан ардагерлерге ұстаздар қауымы алғысын білдіріп, сый-сияпатпен шығарып салды. Аршат Сапарғали, Азат Байтемір, 7-7 Ньюс.